Әдебиет пен ұлт бір-біріне өте жақын ұғымдар. Біріншіден, әдебиет негізінен ұлттық көркем ойдың жемісі болса, екінші жағынан ұлттың өзі белгілі бір дәрежеде әдебиет беретін тәрбиенің жемісі. Өйткені ұрпақ тәрбиені әдебиет пен өнерден алады. Көзі ашық адамның дүниетанымы өткінші әдебиетпен емес, классикалық әдебиетпен қалыптасады. Әдебиет өзінің құнын жоғалтса, ұлттық сипат та бірте-бірте өз ерекшелігінен айырыла бастайды. Ал ұлттың құруы адамдардың қырылып қалуы емес, әрине ұлттың жойылуы тілінен, дәстүрінен айырылып, сипатсыз тобырға айналуы, жер бетінде бүкіл тіршілік атаулы жойылып, әлемде жалғыз қалған бір сәтінді елестетіп көрші. Мұндайда өлім қорқынышты емес, керісінше тірілігін қорқынышты болмақ. Армысыздар аса қадірлі оқырман қауым. Қазақ ғасыры жазушысы Төлен Әбдік 2020 жылы «Бір ел, бір кітап» акция бойынша таңдалды. Оң қол шығармасы оқуға Көкпекті ауылының модельді кітапханасы оқуға шақырады. Оң қол шығарма Төлен Әбдіктің 25 жасында жазған алғашқы әңгімелерінің бірі. Әңгіме психикалық ауытқуы бар 17 жасар Алма есімді қыз туралы. Сұлу қыз шырт ұйқыда жатқанда, қатты ұйқыға кеткен сәтте, оң қолы оны өзін-өзі өлтіруге тырысады. Осындай себеппен дәрігерлерге жүгінеді. Бір дәрігер оны құтқаруға тырысады. Алма сұлуға дәрігер ғашық болады. Екеуі жиі далаға қыдырып демалады. Дәрігер өзі сезімін Алмаға білдіргісі келеді. Түн сайын дәрігер Алмаға әртүрлі әңгіме айтады. Сәлеметсің бе, Алма? Көзім қызарып кетті ғой. Жай, әшейін етпейді. Бүгін де ұйықтамадым. Ұйықтадым. Демалам ғой, мен саған бір сөз айтайын деп едім. Сосын айтармын. Бүгін шақырып тұр. Ертең барып, үйге барып демалып. Бүгін жақсымын. Жақсылап кел. Жақсы, онда ертең кездесеміз, мен саған бір айтатын әңгімем бар. Сау бол. Жақсысын. Дәрігер өзінің бастығына Алманың қолын кескісі келетінін, оны түбімен кесіп тастау керек екенін айтады. Бірақ дәрігер оған рұқсат бермейді, ата-анасына айту керек, өзіне ескерту керек деп. Осылайша ол өзінің сол емдік шарасына кешігіп қалады. Құрметті оқырман, әңгіменің немен біткенін білгіңіз келе ме? Онда кітапханаға келіп, Төлен Әбдіктің «Оң қол» әңгімесін келіп оқыңыздар.